Сәлеметсіздер ме? Менің атым Жабагенова Айлина. Мен Қостанай облысы Жітіқара қаласының 9-шы сынып оқушысымын. Бүгін мен өзім таңдаған мамандық эколог мамандығы туралы айтқым келеді. Бұл саналы таңдау, және неге дәл эколог мамандығы, әсіресе менің өнерім үшін болашақтың мамандығы екенін түсіндіргім келеді. Мен экологиялық жағдайы ерекше өзекті болып табылатын өнеркәсіп өңірінде тұрамын. Жітіқара ауданының Қазақстандағы хризотил асбест өндіретін жалғыз кәсіпорын орналасқан. Караван КЗ және Нұр КЗ сияқты ашық дерек көздердің мәліметіне сүйенсек, мамандар қоршаған ортаның жағдайын аудан тұрғындарының арасында онкологиялық аурулардың өсуімен байланысты халық денсаулығына төнетін қауіпті азайту мақсатында экологиялық министрлігі өнеркәсіп нысандарға тексерулерге жүргізуде. Эколог тек табиғатты бағалайтын адам емес, ол өнеркәсіптің ауаға, суға және топыраққа тигізетін әсерін бағалайды. Экологиялық мониторинг пен сараптама жүргізеді, ластану азайту бойынша ұсыным әзірлейді. Қоршаған ортаны қорғау жобасына қатысады. Бұл мамандықтың маңызы Жітіқара сияқты өнеркәсіптік қалада ерекше, себебі адамдардың денсаулығы тікелей экологиялық жағдайға байланысты. Эколог биология, химия және экология саласына жақсы білімге ие болу, экологиялық негіздерін түсіну және деректермен жұмыс істей алуы тиіс. Сонымен қатар, жауапкершілік, аналитикалық ойлау, команда жұмыс істей білу, экологиялық сана және білім алуға дайын болу сияқты жеке қасиеттерде өте маңызды. Қазақстанда эколог мамандығы сұранысқа ие және оқу орындары тарапында қолдау табуда. Бұл оқу орындары теориялық біліммен қатар практикалық дайындық алуға мүмкіндік береді. Эколог мамандығының артықшылығы сұраныс және мансаптығы өсу, пайдалы жұмыстан алған қанағаттанушылық, шетелде жұмыс істеп саяхаттау. Кемшіліктері: жоғары жауапкершілік, қиын жағдайларда жұмыс істеу, үнемі оқу. Эколог өнеркәсіптік кәсіпорында, экологиялық департаменттерінде, санитарлық қызметтерде, ғылыми және жобалық ұйымдарда жұмыс істей алады. Бұл мамандық Жітіқара сияқты өнеркәсіптік өнерінде ерекше сұранысқа ие, өйткені қоршаған ортаның жай-күйін кәсіби бақылауы қажет. Жітіқарадағы экологиялық жағдай эколог мамандығына тек қызығушылық емес, әлеуметтік қажеттілік екенін көрсетеді. Бақ мәліметтеріне сәйкес, аудан тұрғындары халық денсаулығына алаңдауы, ал экологиялық министрлігі өнеркәсіп нысандарға тексеру басталған. Бұл эколог жұмысының адамдардың өмір сапасына жақсарту және табиғатты қорғау қосатын нақты үлес екенін дәлелдейді. Эколог мамандығының таңдай отырып, мен деректерді талдауға, шешімдер іздеуге және өмірімдегі экологиялық жағдайды жақсартуға қатысу мүмкіндік беретін саналы жолды таңдаймын. Мен қоғамға пайдалы болып, Қостанай облысы мен Қазақстанның болашағына өз үлесімді қосуды қалаймын.